Баршаларыңызға сәлем. Сіздермен бірге Айжан Әлмахан. Қыздар, сіздермен бүгін мынадай әсем кешке арналған сырға жасайтын боламыз. Бұл өте оңай жасалады. Еш нәрсені тігудің қажеті жоқ. Клейіңіз мықты болса болғаны. Ал, кеттік онда. Бірінші, видеома лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Менің каналымның ссылкасы менде, бөлісе отырыңыздар. Қыздар, бұл сырғаны жасау үшін біздерге мынандай стразалы лентамыз қажет болады. Сосын мынандай пластмассымыз қажет болады. Бұны әртүрлі осындай пластмасс упаковкадан алсаңыз болады. Болмасам баклажканың тегіс жерлерінде қиып алсаңыз болады. Баклажка бутылкаларымыз болады ғой. Сондайлардан болмаса осындай пластмассовый әртүрлі упаковкаларымыз болады. Солардан тегіс жерін қиып алсаңыздар болады. Сосын бізге мынандай 2 швенза керек болады. Гвоздик. Клейіміз қажет болады. Пинцетіміз қажет болады. Және сызып белгілейтін ручкамыз қажет болады. Сызғышымыз қажет болады. Айталмай қалдым ғой. Ал, бұнда кеттік, бастайық. Маған міне мынандай лентамыздан мен сырғамның ұзындығының 6 сантиметр болғанын қаладым. Ол үшін бұлай өлшеп аламыз. 6 сантиметр бізде мына жерде екен. Мына осы жерден екеу қиып алатын боламыз. Мына. Дәл осылай, мына сырғамыз екеу болғандықтан дәл осылай екеу қиып алатын боламын. Қазір санап ала салайық. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 штук екен мына. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Мына. Екеу. Бұл екі сырғамыздікі. Бұл дәл ортасында тұратын болады. Енді екі шетіне қоятын боламыз. Оларды 16 сантиметр, олар 5 сантиметрден жасайтын боламын мұны. 5 сантиметрімізді өлшейміз. Мына жерден бастап. Сонда менде 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Төртеуін алып тастай салайын. Есептеп осылай алып тастайтын боламыз. Осылай өлшеп көреміз бірінші. Он төрт. Тағы да 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Мына жерден қиямын. Мына жерде екі көзі түсіп қалған екен. Бұл жерден кесіп алып тастаймын. Дәл осылай қойып, мұны. Мына жерде де көз моншағы жоқ екен. Дәл осылай қойып отырып, өлшеп отырып, кесіп алатын боламыз. Енді келесін біз мына жерде 4 бисерға 3 бисер болыпты ғой. 3 бисерға кішірейткен екенбіз, азайтқанбыз.
Енді тағы да 4 бесерді кемітетін боламыз. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. Енді мен келесін 2, 4, 6, 8, 10. Мыналарын былай жасайыншы. Бүйтіп. Келесі бұдан да қысқарақ болатын болады. Дәл осылай өлшеп, екінші жағында кесетін боламыз. Стразаларымыздың, көзмоншақтарымыздың көздерін санай салсақ та болады. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Дәл осылай қойып, қазір клейлейтін боламыз. Енді мына пластмассамызды қазір осыған турлап өлшейтін боламыз. Бұл бізде 1,5 сантиметр екен. Енді мына жерден 1,5 сантиметрді өлшейміз. 1,5 сантиметр мына жақта. Осыған швензамызды қоямыз. Дәл швензамыздың астынан тағы да өлшейміз бұлай. Швензамыз таза сыйып тұру керек. Енді осы бұрышты кесіп аламыз. Бізге дәл осындай екеу қажет болады. Дәл осындай тік төрт бұрыштан тағы біреуін қиып алатын боламыз. Енді осыны біртіндеп отырып, қазір бетіне түгел клей жағып, клейлейтін боламыз. Бірінші ортасынан бастаймыз, дәл осылай. Бүкіл толық жағып қойсақ, қазір біздің көзіміздің ұстағанымызға кедергісін келтіретін болады. Сол себепті бірінші ең ортасынан бастайтын боламыз. Міне, дәл осылай рет-ретіменен жабыстыратын боламыз. Барлық жағы бірдей жабысуын қадағалау керек. Бірінші бір шетін, кейін келесі екінші жағын жабыстыруымыз қажет.
Енді міне келесі. Клейі қатып қалмай тұрып, барлық жағын жабыстырып үлгендеріңіз абзал болады. Соңғысы. Дәл осылай тегістеп қоямыз. Мынандай артық қалған шеттерін, міне көрдіңіздер ме, менде мына шеттерінен артық қалды. 1 миллиметрдей артық жер қалды. Жан-жағынан олардың барлығын қазір сырғамыз кепкеннен кейін қиып тастайтын боламыз. Енді бұны кебу үшін қалдырамыз да екіншісін жасайтын боламыз. Екіншісінде дәл осылай клейді жаға отырып жабыстыратын боламыз. Міне. Енді екі шеттеріне де дәл мынау секілді екі шетінде жабыстырып кездесетін боламыз. Достар, қыздар, міне екеуінде жабыстырып болдым. Енді мынау шет-шетінде шығып қалып кеткен, міне миллиметр қалып кетті да бізде шетінде. Соларды осылай міне қайшымен қиып тастайтын боламын. Бір тегіс болу үшін артық еш нәрсе қалмау керек шетінде. Екіншісінде дәл солай, міне бұл жақта да миллиметр болса да артық шығып тұрған жерлер бар екен. Соларды қайшыда қиып алып тастаймыз. Арқасы мынандай болады мына. Келесі бұған швензамызды, қазір мына швензамызды алып, дәл осылай ортасынан жабыстыратын боламыз. Швензамызға клейімізді жағып аламыз. Дәл ортасына жабыстыратын боламыз. Екіншісіне де жапсырып болдық. Енді швензамыздың кепкенін күтетін боламыз. Швензамыз кебу қажет. Дәл ортасында тұрып, осылай кебу қажет швенза. Қыздар, мінекей, біздің клейіміз кепті. Мұны сырғамызды таға берсек болады. Менімен бірге болғандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Істеріңізге сәттілік. Каналыма лайк басуды,
тіркелуді ұмытпаңыздар.